Қайырлы күн қымбатты көрермен, сіздермен Дидарбек KZ ақпараттық порталы. Бүгін бізде алғашқы сұхбат айдары. Бүгін біз Шымкент қаласы орталық ауданы, Әл-Фараби ауданы әкімі Рашид Мамытұлы Мыңбаевқа қонаққа келдік. Рашидтаға сұхбат беруге келіскеніңізге рахмет. Сізге қояр алғашқы сауалымыз, білуімізше ауданда 235 мыңға жуық тұрғын бар. Солармен жұмыс істеу үшін әкімдікте қанша қызметкер бар? Және қай сала бойынша нақты жауаптысыздар? Сіздерге де рахмет. Біріншіден осы келіп, біздің жұмыспен танысып, халыққа, тұрғындарға жариялау мақсатында түсіріп жатқандарыңызға. Екіншіден, мынау алда мереке келе жатыр, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Соны пайдалана отырып, қыз-келіншектердің барлықтарын, аналарымызды 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Дендері сау болсын, отбасылар аман болсын, бақытты болсын. Енді Әл-Фараби ауданына тоқталатын болсақ, өздеріңіз білесіздер, ежелден қалыптасқан алғашқы ауданның бірі Әл-Фараби ауданы. Бізде 234 мыңнан астам халық бар. Жыл сайын халық көбейіп жатыр. Бұл көрсеткіші өте жоғары. Және де бізде орталық болған көп қабатты үйлер көп. 926 көп қабатты үй бар. Олар 623 аулаға біріктірілген. 17 мыңға жуық жеке сектор үйлері бар. Сонымен қатар, орталық болғандықтан да әлеуметтік нысандар, ғимараттар, оқу орындары, жалпы 6 саябақ, 16 іскер бізде орналасқан. Осыда Әл-Фараби ауданының штат саны барлық ауданда бірдей. Штат бойынша мемлекеттік қызметкерлер саны 44. Бұл барлық 5 ауданда бірдей штат. Бізде 7 бөлім бар. 7 бөлімнің әртүрлі функциялық міндеттері бар. Коммуналдық бөлім коммуналдық мәселемен айналысады. Мәдениет бөлім мәдени шарамен айналысады. Әлеуметтік бөлім әлеуметтік сала. АСП тағайындау болсын, спорт санаттары болсын, әртүрлі функциялары. Әр бөлімнің тыңғылықты, күнделікті азаннан кешке істейтін жұмыстары шаш-етектен. Барлығы тыңғылықты осы жұмыстарын жасап жатыр. Рашид Мамытұлы, жаңа 2025 жылдың басталғанына да ұзақ болмады. Дегенмен 2 айда аз уақыт емес. Осы уақыт аралығында нендей жұмыстар аудан әкімдігі тарапынан атқарылып үлгерді? Енді өздеріңіз білесіздер, кеше брифингте де айтып өттік. Біз 24 жылды қорытындыладық. Және де 26 жылға жоспарымызды анық түздік. Қала әкімі Ғабит Әбдімәжитұлының талабына да сәйкес біз 3 жылдық, 5 жылдық меже қорып отырмыз. Осы межемізді биылға атқаратын жұмыстарымыздың межесін құрдық. Осы бойынша жұмысты атқаруға пошаговый дейді ғой, қадам-қадаммен жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда бізде аулаларды абаттандыру, мәдени іс-шара, осылардың барлықтарының нәтижелері, мемлекеттік сатып алу нәтижелері анықталды. Осы бойынша осы айдан бастап жұмыстар басталып кетеді. Аулаларды абаттандыру болсын, тазалық болсын, барлықтарының нәтижелері шықты. Осы бойынша жұмыстар басталып кетеді. Одан бөлек бізде тыңғылықты атқаратын тұрақты жұмыстарымыз бар. Бұлар халықпен жиі кездесу, халықтарды қабылдау, және осыған байланысты ауданымызды тұрақты түрде аралаймыз. Сонда көтерілген мәселелерді бізде білесіздер, КГУ мекемесі осы 2 жылдан бері жұмысын атқарып жатыр. Бір тұрғындар ауласын жөндеуді сұрайды, ауласын арығын сұрайды, тротуар сұрайды. Соның бәрін қыс демей, жаз демей, соның бәрін атқарып келе жатырмыз. Осы 2 айдан бері тыным таппай жұмысын жасап келе жатырмыз. Ол жұмыстар жалғаса береді. Бәрімізге белгілі, әлеуметтік желіде де өте белсендісіз, және де бақ беттерінен жиі байқаймыз. Өзіңіз кестеге сай, кестеден тыс аудан тұрғындарын жиі қабылдап отырасыз. Осы қабылдауда көбіне көтерілетін аудан тұрғындарының мәселелері қандай? Енді қабылдауды біз әр айдың 2-ші четвергінде біз қабылдау өткіземіз. Есігіміз әр азаматқа ашық. Әр қабылдауда 10-15-ге жуық азаматтар келіп жатады. Одан бөлек біз адамдар жиналуына байланысты 2 аптада бір өткізіп те жатамыз. Жалпы 2024 жылы 15 қабылдау өткізген екенбіз. Сонда 150-ден астам мәселе көтерілді. Бұл жердегі негізгі тұрғындардың көтеретін мәселесі бұл коммуналдық мәселелер. Екінші мәселе бізде әлеуметтік мәселе. Коммуналдық мәселені түсінікті. Ауласындағы тазалығынан бастап жарығы бар, жалпы ойын элементтері бар, сол төңіректе көп сұрақтар келеді. Ал енді әлеуметтік мәселе болса, бізде ауданымызда 1700-ден астам әлеуметтік осал топ отбасылар бар, көмек сұрайды. Соның төңірегіндегі мәселелер, денсаулығына байланысты, емделуіне байланысты мәселелер көп көтеріледі. Жалпы осы мәселелер бойынша көп келеді негізінен. Одан бөлек тұрғын үй мәселесі, актуалды мәселелердің бірі, және де жер мәселесі. Енді бұл басқармалардың, тиісті басқармалардың айналысатыны түсінікті. Олардың консультация ала отырып, тұрғындарға соны түсіндіріп айтамыз. Келесі сауал, егерде аудан төңірегінде сіздің құзыретіңізге кірмейтін мәселелі тұстар болса, оны қалай шешесіздер? Енді бізде қабылдауға болсын, халықпен аулаларды кездесу болсын, басқа көшеде болсын, жалпы тұрғындар көп мәселені қойып жатады. Бізге қабылдау келгенде де аудан әкім болғандықтан да бізге тиесілі болсын, тиесілі болмасын, министрліктің департаментіне қарайтын да, ССК-ге қатысты да, ЧС-ге қатысты да, милицияға қатысты да барлық мәселемен келіп жатады. Ол жерде біз нақты консультация бере отырып түсіндіреміз, кімге бару керек, қай отделмен жұмыс жасау керек. Мысалға
көбіне бізде мысалы жер мәселесімен келіп жатады. Жер басқармасына тез хабарласып отырып, жаңағы басшылықтың, бөлім басшыларының телефонын бере отырып, соларға қабылдауға жаздыртамыз. Мысалға, РУВД мәселесі бойынша РУВД-мен хабарласып, қай уақытта қабылдайтынын келістіріп, сонда жолдап отырамыз. Мысалы, СС мәселесі бар, ЧС мәселесі бар, көп деген мәселелер бар, жаңа аудан әкімінің құзырына келмейтін. Ол мекемелермен сөйлесе отырып, тікелей консультация беріп, байланыстырып, өздерімен кездестіріп жатамыз. Келесі сұраққа көшсек, бізде қала төңірегінде керемет жоба жұмыс істейді. Ол халық қатысатын бюджет жобасы. Осы жобаға аудан тұрғындарының қатысу белсенділігі қандай? Және жобаға қатысу үшін қандай этаптар бар? Және де жоба аясында қандай жұмыстар атқарылады? Енді халық қатысатын бюджет жобасы өздеріңіз білесіздер, осы 2020 жылдан бері қарай белсенді жұмыс атқарылып келе жатыр. Бұл енді бірден бір халыққа ашықтықты жариялайтын, халық өзінің дауысын бере отырып, ауласын абаттандыруға өзінің үлесін қосатын бір бағдарламалардың бірі. Бұл жерде екі бөліктен қарауға болады негізінен. Бірінші кезекте бұл ұсыным беру, өтінімдер жинау. Екінші бұл бір айға созылады. Одан кейін екінші айда бұл дауыс жинау. Қазіргі талапқа сәйкес әрбір аулада кемі 50 дауыс жиналу керек. Біз бұл дауыс жинауларды осы сәуір айында жүргіземіз толықтай. Қазіргі таңда заявка қабылдау дейді ғой. Өткен февраль айында өтті. Енді мына сәуір айында толықтай тұрғындардың дауыс жинау жүргізіледі. Енді қарасаңыздар, осы мен өзім қызмет атқарып 4 жылдан бері уақыт өтіп жатыр. 4 жылдан бері жалпы 167 Әл-Фараби ауданының 167 ауланы абаттандырып, 40-тан астам аулаға спорт алаңшасы салынды. Бұның бәрі тікелей халықтың дауыс беруі арқылы, халықтың ұсыным өтінімдерін жинай отырып, мысалы айтады, бізге 2 беседка керек, болмаса 2 әткеншек керек деген сияқты, өзінің подъездің алдында скамейка керек емес. Осының бәрін дауысқа сала отырып, тұрғындар өзінің ұсынысын бере отырып, осы халық қатысатын бюджетке атсалысады. Одан біз өтінім аламыз, жерін оформление жасаймыз, мемлекеттік актісін алып, содан соң бюджеттік экономикадан қаржы ала отырып, осыны мердігерлер, мемлекеттік сатып алу басқармасы тарапынан мердігер анықталады. Одан кейін ауланы абаттандыру процесі жүреді. Жақсы, керемет. Осы тұста айтып кететін бір мәселе бар. Әл-Фараби ауданында қазіргі таңда жаңа айтып өттім ғой, 623 аула бар. Оның қазір 100-ге жуығы абаттандырылмаған. Кеңес дәуірінде мүлдем абаттандырылмаған. Осыны біз осы 100 ауланы осы 25, 26, 27 толықтай жабамыз деп отырмыз. Орта есеппен әр жылда бір 50 аула абаттандырылады. Жақсы, іске сәт, Құдай қаласа. Келесі сұрақ, мынау еліміздің президенті бастамасымен Таза Қазақстан акциясы басталды. Ол барша Қазақстан төңірегінде осы акция жалғасып келеді. Осы акцияға аудан тұрғындарының қатысу белсенділігі қандай? Әлде тек қана әкімдік қызметкерлері қатысып жүр ме? Енді бұл Таза Қазақстан акциясының өзі негізгі идеологиялық мақсаты жалпы тұрғындарды қамту. Тұрғындарға мәдениетін, тазалық мәдениетін қалыптастыру, өскелең ұрпаққа осы тазалықты ұстау мәдениетін қалыптастыру. Осы тұста біз хабарландыру бере отырып, әр секторда, әр локациямызда алдын ала жариялай отырып, сенбіліктер өткізіп жатырмыз. Мысалы, 24 жылы 30-дан астам сенбілік өткізген екенбіз. Ол аулада болсын, скверлерде болсын, паркте болсын, белгіленген орында болсын, біз міндетті түрде сол аумақтың тұрғындарына хабарлаймыз. Шын айту керек, белсенділік төмендеу. Оны мойындау керек. Әлде де мынау эфирді пайдалана отырып, тұрғындар, мысалға, аулаңыздың тазалығы, көшенің тазалығы, осы қаламыздың тазалығы, сүйікті қаламыздың тазалығы үшін бәріміз атсалысу керекпіз деп ойлаймын. Әрбір көшеге қоқыс тастайтын жәшікшелерді қойып жатырмыз. Әрбір аулада заманауи қоқыс тастайтын алаңшалар да бар. Ол тәулігіне бір рет тазаланып та жатыр. Үйдегі бүлдіршіндерді қоқыс тастауға шығарғанда қоқыс алаңшасына жетпей қоқысты лақтырып кетеді. Осы бәрін мәдениетін қалыптастыру мақсатында осы Таза Қазақстан акциясы. Мына тұрғындарды да сұрайтыным, әр сенбілікте аулаларыңызды, көшелерді тазалауға өздеріңіз атсалысып отырсаңыздар, белгіленген орынға шығып сенбілікке қатысып отырсаңыздар деген менде ұсыныс. Өте дұрыс айтасыз. Қаламыздың тазалығы бәрімізге артылған ортақ міндет. Әрбір тазалық өзіміздің ауладан басталу керек деп есептеймін. Өзіміз білеміз, көптеген мәселелер демеушілер арқасында шешіліп жатады. Осы ретте аудан әкімдігінің демеушілермен бірлесе атқарып жатқан жұмыстары қандай? Не істелді және де алда не істеледі? Осы бойынша тоқталып өтсеңіз. Өте орынды сұрақ. Мына әрбір аудан әкімі, мен ойлаймын, бірінші басшылардың барлықтары бюджетке қарап қол созып отырмай, өзінің мүмкіндігі аудандағы тұрғын кәсіпкерлері бар, жомарт жанды азаматтар бар, солардың өтініш жасай отырып, бірталай жұмыс шешуге болады негізі. Ол бойынша да бізде бірқатар жұмыстар атқарылып жүр, атқарылып та жатыр, атқарыла береді де. Енді білесіздер, алдағы жылдары су ішетін субұрқақтарын орнатып бастадық. Сол жылда ақылды аялдамалар орнаттық. Тұрғындардың көбісі тарапынан ол қолдау тапты. Мысалы, кез келген тұрғын жаздың кезінде осы күншыл кезде тегін фильтрдан өткен таза суды ішуге мүмкіндігі бар. Ол көп ақша тұрмайды,
бір 400-450 мың теңге әрбір демеушіге өтініш жасай отырып өзінің аумағына қойды. Осы сияқты мына ақылды аялдамаларда жаз кезінде салқындатқышы бар, қыстың күні жылуы бар ақылды аялдамаларда осы халықтың игілігі үшін пайдалануға беріп отыр. Жалпы 10-нан астам су ішетін субұрқақ орнатылды, 9 ақылды аялдама орнатылды. Одан бөлек те мысалға қала әкімінің қолдауымен де мысалы былтырғы жылдың өзінде 2 сквер демеушілер есебінен салынды. Жалпы қала әкімі Әбділ Мәжитұлының қолдауымен көптеген скверлер демеушілер есебінен салынып жатыр. Бюджеттен бір тиын ақша жұмсалып жатқан жоқ. Одан бөлек бізде тұрақты демеушілеріміз бар. Ай сайын тұрмысы төмен көпбалалы аналар бар. Соларға азық-түліктей көмегін беріп жатады. Олар өздерінің аттарын көп жесе жарияламайды. Олар бізге азық-түліктей беріп жатады. Мысалы базар егелері көбінесе үлкен сауда орындары бізге азық-түліктей беріп кетеді. Мысалы ұн болсын, күріш болсын, макарон болсын, соларды біз жаңағы тізімде тұрған мұқтаж отбасыларға үлестіріп беріп жатамыз. Бұл тұрақты жүргізіліп жатқан жұмыстар. Демеушілік тарапынан атқарылатын жұмыстар жылда жалғасын таба беретін болады. Осы 25-ші жылда да кемінде бір 2 скверді демеушілер есебінен салу жоспарда бар. Ол үлкен проект. Енді мына майдасы жаңағыда айтып отырмын ғой. Біреуге көмек беру немесе асарлатып үй соғып беру сияқты ол есепке алынбайтын өте көп демеушілерден атқарылып жатқан жұмыстар бар. Иә, іске сәт Құдай қаласа. Көктем мереке, көктем той. Мынау нәзік жандылардың ұзақ асыға сағына күтетін мерекесі алда келе жатыр. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Осы ретте аудандағы нәзік жандыларды қандай қуаныш күтіп тұр? Осы бойынша айтып Енді өтсеңіз. көктемнің алғашқы мерекесі нәзік жанды азаматтар, азаматшалар мерекесі, аналарымыздың, қыздарымыздың үйдегі барлық нәзік жандардың мерекесін шын жүректен құттықтаймын. Біздің ауданда жалпы бүгін 6 наурыз күні Қаратау өнер мектебінде қыз-келіншектердің барлықтарын құттықтау мерекелік концерт өтеді. 1,5 сағаттық концерт. Сол жерде сый-сияпатымызды тапсырамыз, алғыс хаттарымызды, еңбек етіп жүрген қыз-келіншектерге алғыс хаттарымызды береміз. Одан бөлек көшелерді оформление жасау бүгіннен басталып кетті. Көшелерге мерекелік жалаушалар орнату, халық көп шоғырланған орындарға мерекелік мафтарды орнату жұмыстары, осының бәрі жалғасып кетті. Енді одан бөлек қала әкімдігінің үлкен мерекелік іс-шарасы бар, оған жалғасады. Және де концерттік іс-шаралар, телевидениялар арқылы құттықтаулар барлығы жалғасын таба беретін болады. Рашид Мамытұлы, аудан ардагерлерімен және де жастар орталықтарымен бірлесе қандай жұмыстар атқарып жатыр? Және алда қандай жұмыстар атқарылады? Осыған кішкене тоқталып өтсеңіз. Енді бұл біздің жастар орталығымыз бар, Сәкен Сейфуллин театрында отырады. Өздеріңіз білесіздер, ежелден қалған үлкен қара шаңырақ жастар орталығы бұрыннан сонда орналасқан. Және де бізде ардагерлер кеңесіміз бар ауданда. Оның 100-ге жуық мүшесі бар. Ардагерлер кеңесі өзіміздің ғимаратымызда отырады. Олармен қоян қолтық жиі іс-шаралар өткізіп отырмыз. Негізгі іс-шараларымыз бұл жастардың тәрбиесі. Біздің көптеген іс-шараларымыз бар, бірлесіп өткізетін зорлық-зомбылықтың алдын алу, түнгі рейдтік іс-шаралар, одан бөлек нашақорлықтың алдын алу болсын, осы ардагерлермен жастар орталығымен бірлесіп көптеген іс-шаралар өткізіп отырмыз. Жастар орталығын білесіздер, қашанда жұмыстары қайнап жатады. Біздің ауданмен бірлесіп атқаратын іс-шаралар өте көп. Жалпы аудандағы жастардың бізде мемлекеттік 7 университеттің 5-еуі бізде орналасқан. Одан бөлек жеке университеттер көп. Жастар Әл-Фараби ауданында өте көп. Өздеріңіз білесіздер, Арбат аумағы да бәрі бізде. Сонда шығып әртүрлі іс-шараларды өткізіп жатырмыз. Бұл жастардың бойында патриоттық сезім қалыптастыру, жастарды нашақорлықтың алдын алу, кәмелетке толмағанда түнгі уақытында жүрмеу, зорлық-зомбылықтың алдын алу сияқты көптеген іс-шараларды осы ардагерлер кеңесімен де жастар орталығында бірлесіп жүргізіп отырмыз. Жастар орталығын жиі біз семейліктерге шақырып отырамыз. Таза Қазақстан акциясы бар, басқа да көптеген іс-шаралар бар. Олар да біздің өздерінің іс-шараларына жиі шақырып отырады. Рашид Мамытұлы, соңғы сұрақ болсын. Өзіңіз 4 жылдай аудан басқарып отырсыз, аудан тұрғындарымен біргесіз. Аудан тұрғындарының көптеген бөлігі өзіңізге оң бағасын да беріп жатыр. Осы ретте атқарылған жұмыстарды таразының оң жағына, атқарылатын жұмыстарды таразының сол жағына қояр болсақ, қай жағы басым болып кетер еді? Өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз. Енді жалпы айтқанда, бұл бағаны өз-өзіме мен бергені дұрыс болмайды. Енді бағаны халық бере жатады уақыт өтісімен. Негізі атқарылып жатқан жұмыстар аз емес. Біріншіден, мына қала әкімінің қолдауымен де өздеріңіз білесіздер, 2021-ден бері, осы қазір 25-ші жылыма 4 жылдан уақыт асты. Жылдан жылға бюджет көбейіп жатыр. Жылдан жылға халыққа істеп беріліп жатқан жұмыстар өте көп. Бұрынғы кездерде жылына ауданда 25-30 көше жарықтандырылатын болса, соңғы жылдары мына Ғабит Әбділ Мәжитұлының қолдауымен бір жылдың өзінде Әл-Фараби ауданында 190 көше жарықтандырылды. Биыл меже қойып отырмыз, бастықтың қолдауымен әрине барлық көшені 100% жарықтандыру, 100% асфальттау. Және аулалардың абаттандыруын жаңа айтып отырмын ғой, 3 жылдың ішінде толық жабу. Яғни скверлерде, саябақтарда толығады, асфальт освещение 100% бітеді, ауыз су
орталық аумақ болған әрине толық деп бітеді. 3 жылдың ішінде канализация да 100% бітеді. Енді бұдан артық не керек? Барлық жерде освещение болса, асфальт болса, скверлердің бәрі істеп тұрса, ауыз су, канализация бәрі 100% болса, максимально берген осы деп ойлаймын. Енді одан артық та бере жатады. Енді соңғы жылдары көп жұмыстар атқарылып жатыр. Оны халықтар да көріп жатыр. Жылдан жылға аулаға келген тұрғындардың өтініштері де, барлық освещениесі, барлық істер істеліп жатыр. Енді бұл жұмыстар жалғасын таба береді әрдайым. Енді халық болғаннан кейін мәселе де бітпейді. Әлеуметтік мәселе әрқашан бітпейді. Коммуналдық мәселелер мүмкіндігінше соңғы 1-2 жылда толық бітуге тырысамыз. Рашид Мамытұлы, сұхбат бергеніңізге рахмет үлкен. Алдағы жұмыстарыңызға, аудан әкімдігі тарапынан атқарылатын жұмыстарыңызға сәттілік. Қашанда елмен бірге, елмен етене жұмыс істей беріңіз. Сіздерге тілекшіміз.